Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге керек кеңес арнасы. Темекіні тастаудың оңай жолы. Темекінің денсаулыққа зиян екені айтпаса да түсінікті. Тіпті орамасының өзінде адам денсаулығына аса қауіпті екені анық жазылған. Алайда бір рет әуес болып үйреніп алған адамның аз уақытта бірден қоя алмай, зиян екенін сезсе де тастай алмай, қиналып жүргенін жиі көріп жатамыз. Сондықтан бүгін темекіні тастауға арналған аз-маз ғана бір-екі кеңес ұсынсақ дейміз. Біріншіден, бұл 12 айдың ішіндегі ең құрметті болған Рамазан айы. Бұл уақытта алып шайтандар кісенделеді, олар сізге айтарлықтай ықпалын жүргізе алмайды. Сондықтан өз нәпсіңізді құрақтап, өз-өзіңізді қамшылап, өзгеріп кетуге үлкен мүмкіндік бар. Сіз жақсылыққа қарай бір қадам жасасаңыз, ары қарай Алла ісіңізді реттеп, бұл жағдайдан шығудың жолдарын өзі көрсетіп береді. Бұл рахымы мол ай. Ал бұл айдың әрбір түнінде құлдары тозақтан босатып, оның тағдырына жәннаттық деген жоғары мәртебе жазады. Онда не тұрыс? Бірінші айтар кеңесіміз, сіз одан бір-ақ күнде бір жола арыла алмайтыныңыз анық. Сондықтан асықпаңыз. Бірте-бірте азаздан амал жасай отырып, белгілі нәтижеге жетуге болады. Алдымен өзіңізге темекіні таң атқаннан кеш батқанға дейін қолыма алмаймын деп шарт қойыңыз. Тіпті осы айда ораза ұстамаған болсаңыз да. Таңнан кешке дейін темекі тартудан тыйылып көріңіз. Екінші, темекінің маркасын ауыстырыңыз. Ауыз ашқаннан кейін мейлінше иісі мен дәмі ең жеңілдеген темекіні тартыңыз. Және оның санын күннен күнге азайтып отырыңыз. Мысалы, бүгін 4 тартсаңыз, ертең 3, одан кейін 2. Үшінші, қолыңыздағы темекілерді қайшымен қақ бөліп қырқып қойыңыз. Сонда әр тартқан сайын тек жартысын ғана тартасыз. Соның арқасында темекі тартудың ақырын азайта бастайсыз. Төртінші, темекіні іздей бастасаңыз, құрт секілді ащы дәмі бар тағамды алып, ұзақ уақыт бойы малтып жүріңіз. Спорт залдарына, жаттығу алаңдарына барыңыз. Денеңіз қызғанша жүгіріңіз. Оны еске түсірмеудің бар амалын жасаңыз. Бесінші, өзіңіз жегіңіз келген тағамның барлығын жеңіз. Жеміс-жидек жеуді көбейтіңіз. Бұл әлсіреудің алдын алады әрі ойыңызды бөледі. Темекіні тастағаннан кейін 20 минуттан соң сіздің жүрек соғысыңыз реттеледі. 8 сағаттан соң қаныңыздағы оттегінің 95% тазарады. 24 сағаттан соң инсульт, инфаркт ауруларының қаупі азаяды. 2 күннен кейін дәм мен иіс сезу қабілетіңіз қалыпты жағдайда көшеді. 3 күннен кейін тыныс алуыңыз жақсарады. 3 айдан соң өкпеңіз 30%-ке артық жұмыс істейді. 1 жылдан соң жүрек ауруының қаупі 50%-ке азаяды. 15 жылдан соң жүрек пен қан тамыр қысымыңыз темекі тартпайтын адамның қан қысымы секілді қалыпты жағдайға түседі. Иә, темекі сізбен бірге туылған, өмір бойы жаныңызда қалмай қоятын дерт емес. Одан арылуға болады. Және мен өмір бойы тартып келем, ештеңе болған жоқ қой. Менің өкпем онсыз да құрып кеткен демеңіз. Бұл істе қай кезде жасасаңыз да кеш емес. Олай болса, осы кеңестерді пайдаланып, темекі тартуыңызды қоюға тырысыңыз. Сіздермен болған керек кеңес арнасы соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет.